Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сухофруктыдан компот дайындаймыз. Оған бізге 2 литр салқын су керек, 4 ас қасық қант керек, 250-300 грамм сухофрукты керек. Қазір біз бұны кипятокпен 5 минутқа замочить етеміз. Сухофруктымызға міне ыстық су құйып қойдық 5 минутқа. 5 минуттан кейін салқын суға жуамыз бұны. Енді жаңағы салқын 2 литрлік салқын суымызды газға қойып қайнатамыз. Мен жаңа 250 грамм, 300 грамм сухофруктымызды жуып алдым. Қазір суымыз қайнағаннан кейін мынаны саламын. Міне суымыз қайнады. Енді сухофруктымызды саламыз. Қазір 10 минут қайнағаннан кейін қантын саламыз. Міне суымыз қайнады. Енді 4 ас қасық қант саламыз. 4 ас қасық мен өлшеп салып қойғанмын. Енді қайнағаннан кейін, қазір қатты қайнағаннан кейін ақырынға қойып 30 минут пісіріп аламыз. Енді бұның сухофрукты жұқа болып кесілсе, бір 15-20 минут қайнатып сөндіріп қойсаңыздар болады. А если мынандай менікіндей қалың болса, 30 минут пісіріп, ақырынға қойып бір қайнағаннан кейін сосын сөндіріп қоясыздар. Міне суымыз қайнады, қант салған кейін ақырынға қоямыз. Ақырынға 30 минут ақырынға қойып, бір 30 минут пісіреміз. Сосын 5-6 сағат тұру керек. Енді сіздер желательно кешке жақын пісіріп қойған жақсы, түні бойы өзінің дәмін шығарып, жақсы болып тұрады таңертең. Менің сухаригім міне алмалары қалың кесіліпті, сол үшін мен 40-50 минут пісірдім. Если жұқалы кесілсе, онда 25-30 минут пісірсеңіз болады. Ақырынға. Енді менікі от пісті, сөндірем, 5-6 сағатта тұру керек. Болды. Менікі алмам қалың кесілгеннен кейін болғаннан кейін мен 40-50 минуттай пісірдім. Кейбір сухофрукты болады, жұқа кесілген. Оны 25-30 минут пісіресіздер. Мен міне қайнап болды, енді сөндіріп қойдым, 5-6 сағат тұру керек. Мен желательно кешке жақын пісірген жақсы, түні бойы тұрса, компотыңыз өте дәмді болады. Міне компотымыз дайын, астарымыз дәмді болсын. Менің арнама тіркеліп, мені қолдап кетіңіздер.